Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан арасы қатпар болып шығатын қаттаманың рецептімен бөлісемін. Видеоны көрмес бұрын астындағы подписаться деген батырманы басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Мен осы күнге дейін неше рецептпен жасап көрдім, бірақ қаттамам бұл сияқты қатпар болып бұндай керемет болып шықпайтын. Осы рецептпен сіздер де жасасаңыздар керемет болып шығады. Ол үшін ең алдымен 200 мг жылы су қажет. Жылы суымызды бірінші құйып аламыз. Оның үстінен бір шай қасық тұзды салып ерітіп аламыз. Одан соң үстінен 2 ас қасықтай сұйық майымызды құямыз. Одан соң үстінен ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Ұнымызды илеп жатқанда үстінен қамыр қопсытқышымызды салып жібереміз. Жақсылап ұнымызды араластырамыз. Қамырымызды ешқандай іртік қалмайтындай етіп, жақсылап бір келкі қылып илеп шығамыз. Қамырымыз қатты болып қалмау қажет. Мен қамырда шамамен 5-7 минуттай иледім. Біздің қамырымыз қолға жабыспайтындай өте жұмсақ болып иленді. Енді қамырымызды жарты сағат уақытқа қоя тұрамыз бөлме температурасына. Арада жарты сағаттай уақыт өтті. Қамырымызды алды ашып, енді бөліктерге бөлеміз. Мен өзіме ыңғайлап 2 бөлікке бөліп алдым. Ал егер сіздер майда қып жаям десеңіздер, қамырды 3-4 бөлікке бөліп жайсаңыздар да болады. Егер сіз менің арнама тіркелмеген болсаңыз, астыдағы подписаться бөлімін басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сонда менің жаңадан шыққан рецепттерімді сіз бірінші болып көре аласыз. Менде осындай 2 зуала шықты. Бір зуаласын бетін жауып қоя тұрдым да, екіншісін жая бастадым. Жайып жатқан қамырымыздың арасына себілетін ұнға осындай картоп крахмалынан 2 шай қасықтай қосып жіберсек, қамырымыз әдемі жайылатын болады. Осылай ұнымыз бен крахмалымызды араластырып аламыз да, қамырымызды барынша жұқа жаюға тырысамыз. Қамырымыз неғұрлым жұқа болса, біздің пісіріп жатқан қаттамамыз соғұрлым қатпар болады, әрі жұмсақ болып піседі. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыз осындай бір келкі жұқа етіп жайылды. Енді ортасына майымызды жағып шығамыз. Менде бұл жерде щедрое лето деген маймен тоң майды араластырып ерітіп қосып жағып жатырмын. Ашық жер қалдырмай барлық жеріне осылай бір келкі етіп жағып шығамыз. Ерітілген майымыз ыстық болмау керек, жылы күйінде жағып шығамыз осылай. Қамырымызды жайып болғаннан соң шетінен осылай асықпай орап шығамыз. Орап дайын болған қамырымызды салафанға салып, 1 сағат көлемінде тоңазытқышқа салып қоямыз. Себебі қамырымыздың арасындағы жаққан майларымыз қатуы керек, сонда жайғанда майлары сыртқа шығып кетпейтін болады. Арада 1 сағаттай уақыт өтті. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, өзімізге ыңғайлап бөліктерге бөлеміз. Әрине тапамыздың көлеміне қарай бөлеміз. Менде тапам үлкен болғандықтан 2 бөлікке бөліп жайдым. Жайғанда қамырымызды жұқалау етіп жаямыз. Және табаға салып, әр бетін 6-7 минуттан пісіріп аламыз. Дәл осылай қаттамамыз баяу отта пісіп шықты. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, сырты қытырлақ, іші жұмсақ, өте қатпар болып, осылай жұқа болып пісіп шықты.
Сіздерге де осы рецептпен пісіруге кеңес етемін. Видеомды соңына дейін қарап көргендеріңізге рахмет. Арнама келіп кетіңіздер, алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.